Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Египет мемлекеті жер бетіндегі ең көне мемлекеттердің бірі. Оның тарихы біздің дәуірімізге дейінгі 3500 жылы алғашқы қоныстардың құрылуынан басталды. Египет сөзі грек тілінен шыққан және бастапқыда Египтос деп аталған. Египеттің астанасы Мемфис қаласы болды. Біздің дәуірімізге дейінгі 305 жылы Египет Александр Македонскийдің 4 қолбасшысының бірі Птолемейдің қолына өтті. Ол біздің дәуіріміздің 31 жылына дейін билік еткен. Птолемейдің соңғы ұрпақтарының бірі Клеопатра патшайымы болды. Ол қайтыс болғаннан кейін Египетті римдіктер жаулап алып, Рим империясының провинциясына айналды. Египеттің тарихы бірнеше кезеңге бөлінеді: әулеттік, грек, Рим, Византия, араб, осман және заманауи. Египет өркениеті Африканың солтүстік-шығысында Ніл өзенінің маңында пайда болды. Біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықта Ніл маңында жүрген алғашқы қауымдық тайпалар аң аулау және жинаушылықпен айналысып, шағын елді мекендерге айналды. Олар номалар деген атқа ие болды. Бірте-бірте номалар жоғарғы және төменгі Египет деп аталатын екі үлкен патшалыққа біріктірілді. Жоғарғы Египеттің қамқоршысы сұңқар құдайы Негбет, ал төменгі Египеттікі жылан құдайы Уаджид саналды. Біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырда екі патшалық арасында қақтығыс болып, жоғарғы Египет жеңіске жетті. Төменгі бөлігі оның құрамына кіріп, бір тұтас мемлекет құрылды. Біріккен Египеттің алғашқы билеушісі Намер болды. Біздің дәуірімізге дейінгі 3100 жылдар шамасында перғауын Менестің билігімен ерте патшалық дәуірі басталды. Бұл кезеңде мысырлықтар күн күнтізбесін ойлап тауып, жұлдыздарды зерттей бастады. Оларда геометрия мен жазудың негіздері пайда болды. Бұл әйгілі Египет пирамидаларының құрылысын бастауға мүмкіндік берді. Олардың біріншісі Джосер пирамидасы, содан кейін Гизаның пирамидалары салынды. Біздің дәуірімізге дейінгі 2260 жылдар шамасында 200 жылға созылған құлдырау кезеңі басталды. Бұл уақыт өтпелі кезең деп аталды. Құлдыраудың себебі егіннің нашар шығуынан туындаған халықтың наразылығы болды. Біртұтас мемлекет қайтадан жеке номаларға бөлінді. Олардың әрқайсысында өзінің билеушісі болып, перғауындар тек формалды тұлға ретінде саналды. Біздің дәуірімізге дейінгі 2040 жылы Фива қаласының билеушісі елді біріктіріп, орта патшалық дәуірі басталды. Бұл кезең 250 жылға созылды. Біздің заманымызға дейін шамамен 1700 жылы Египет аумағына Гиксис тайпалары басып кірді. Олар Египетте билікті басып алып, елді өз әулетінің атымен басқарды. Гиксис тайпалары семит тектес болған деп есептеледі, ал қазіргі еврей халқы дәл осы тайпаның ұрпақтары деп саналады. Біздің дәуірімізге дейінгі 1550 жылы Гиксистар жер аударылғаннан кейін тарихтағы ең үлкен өркендеу кезеңі, жаңа патшалық кезеңі басталды. Біздің дәуірімізге дейінгі 332 жылы Египетті Александр Македонский жаулап алып, өз империясын құрамына кіргізді. Жерорта теңізінің жағасында кейіннен Египеттің астанасына айналған Александрия қаласы құрылды. Дәл осы уақытта аты аңызға айналған Александрияда сол кездегі ең үлкен кітапхана құрылды. Александр Македонский қайтыс болғаннан кейін оның империясын 4 қолбасшысы бөлісті. Египетті басқару әулеттің негізін қалаушы Птолемей билікке келді. Птолемей әулеттің соңғы өкілі Клеопатра патшайымы билігі кезінде Египет Римдегі саяси қақтығыстарға тартылды. Біздің дәуірімізге дейінгі 30 жылы Мысыр флоты қираған соң Клеопатра өз-өзіне қол жұмсады, ал Египет Рим империясының провинциясына айналды. 395 жылы Египет Византия империясының құрамына кіріп, 642 жылға дейін Византияға қарады. Мемлекеттің әлеуметтік баспалдағының басында перғауын монарх тұрды. Перуа сөзі ұлы үй немесе патша сарай дегенді білдіреді. Египет 42 әкімшілік аудандарға, яғни номаларға бөлінді. Әр ауданның басында перғауынның өкілі намарх тұрды. Ол әкімшілік функцияларды атқарып, салық жинауды және сот істерін жүргізді. Перғауыннан бір саты төмен Мысырдың жоғары қоғамын құрайтын әртүрлі шенеуніктер мен жазушылар болды. Жазушылар өте маңызды рөл атқарды. Олар заңдар мен хаттар жазды, салық жазбаларын жүргізіп, шығындарды есептеп отырды. Бір сөзбен айтқанда, бұл ежелгі Египеттің бұқаралық ақпарат құралдары болды. Ежелгі Египеттің ғибадатханалар мен дінін басқарған діни қызметкерлер төмен сатыда тұрды, ал одан кейін сарбаздар кетті. Мысырдағы жауынгерлер садақтармен, жебелермен және найзалармен қаруланды. Қарулар қоладан жасалған болатын, ал қалқандар қатты ағаштан жасалды. Әртүрлі әскери шабуылдардан кейін қолданысқа соғыс арбалары енгізілді. Сарбаздардан саты бойынша төменгі тұста қолөнершілер, ұсталар сияқты мамандық иелері орналасты.
мысырлықтардың діні пұтқа табынушылыққа қатысты болды. Греция мен Рим діндері сияқты Египет діні де құдайлардың бүкіл пантеонымен сынылды. Олардың ішінде басты құдай күн құдайы Ра, табиғат құдайы Исис және өлілер патшалығының құдайы Осирис болды. Мысырлықтар өлгеннен кейін адам Осиристің сотына түседі деп сенді. Онда оның жүрегі ақиқат таразысында өлшенетін болады. Бір таразыға қайтыс болған адамның жүрегі, ал екіншісіне әділет құдайы Мааттың қауырсыны қойылды. Мысырлықтар өлгендерді жерлеудің өзіндік әдісін мумиялауды ойлап тапты. Мұны істеу үшін олар ішкі мүшелерін алып тастап, денені арнайы композицияға малынған матаға орады. Ал енді сәулет өнеріне келсек, ежелгі Египеттің ең керемет құрылымдары әйгілі пирамидалар. Олардың ішіндегі ең үлкені Хеопс пирамидасы. Тіпті әлемнің 7 кереметінің бірі болып саналады. Әрбір пирамида үшбұрыш түрінде бір-бірінің үстіне қойылған тас блоктардан тұратын алып ғимаратты құрайды. Бір қызығы, пирамидалардың бұрыштары әлемнің 4 бағытына сәйкес келеді. Пирамидалардың салынуының нақты мақсаты бүгінге дейін белгісіз. Олар перғауындардың қабірлері ретінде қызмет еткен деп болжануда. Ең танымал пирамидалар Хеопс, Хефрен және Гиза үстіртінде орналасқан Микерин болып табылады. Шамамен 640 жылы Египет араб халифатының әскері басып алды. Бұл Египет үшін үлкен өзгерістер кезеңіне айналды. Арабтардың келуімен ежелгі Египет құдайларының орнына ислам келді. Сондықтан бірнеше ғасырлардан кейін Египет халқы іс жүзінде толығымен арабтарға айналды деп айтуға болады. 1517 жылы Египет Осман империясының құрамына кірді. Айта кететін болсақ, 1798 жылы Наполеон Мысырға ағылшындардың әсерін әлсірету үшін жорық жасаған болады. 1914 жылға қарай Египет Ұлыбританияның колониясына айналды. Ал тәуелсіздікке мысырлықтар тек 1922 жылы ғана ие болды. Тарихқа үңілетін болсақ, Египет бірнеше империяның құрамында болып, қиын замандарды бастан кешкен екен. Қазіргі таңда бұл ел араб мемлекетіне айналды және мемлекеттік тілі араб тілі болып табылады. 100 миллион халықтың 80%-ын мұсылмандар құрайды екен. Ал менің бүгінге айтарым осы. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.